мастер-класстағы қыздар, біздің тортымыз дайын. Сіздер өз қалауыңызша әсемдесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріп, қайталап, фото отчет жіберіп ұмытпаңыздар. Жерімізді ұнға саламыз. Араластырамыз. Бір банка қойылатылған сүтімізді, яғни сгущенкамызды ыдысымызға құямыз. Енді біз мұнда сары майымызды саламыз. Үш жұмыртқамызды саламыз. Енді осы смесімізді жақсылап миксерлейміз. Енді ұнымызды легіштен өткізіп саламыз. Миксерлейміз. Мінекей біздің тортымыздың қамыры дайын. Енді біз бұны пергамент қағазында пісіретін боламыз. 22 диаметрде 6-8 бөлікке бөліп пісіретін боламыз. Біз 22 диаметрді кольцомызбен сызып алдық. Енді қамырымызды салып, форманың айналасына келтіріп жасап шығамыз. Қамырымызды салып аламыз. Мынандай лопатканың көмегімен сызығымен бірдей етіп шығамыз. Мінекей дәл осылай барлығын жағып шығамыз. Бізде 8 қамыр болады, яғни 8 бисквит болады. Мінекей біз барлық корждарымызды осылай жағып аламыз. Және де 180-200 градуста қыздырылған пеште 7-10 минут аралығында пісіріп аламыз. Молочная девочка тортының, яғни сүт тоғыз тортының корждары дайын. Біз салқындатып алдық. Енді креміне кірісіп, тортты құрастыратын боламыз. Крем дайындауға кірісеміз. Ол үшін біз салқын сливкемізді миксерлейміз. Енді біз мұнда қант ұнтағын, яғни сахарный пудрамызды саламыз. Миксерлейміз. Енді біз сырымызды саламыз. Бізде крем-чиз. Миксерлейміз. Енді креміміз толық қоюланғанша миксерлеп отырамыз. Креміміз қоюланды, креміміз дайын. Енді біз тортымызды құрастыруға кірісеміз. Менде миксер Redmond фирмасы чашкасымен мен қолданып жүрген ұзақ уақыт болды. Кейде крем дұрыс қатаймайды деп жатады, ол миксердің қуатына байланысты. Менде қуаттылығы 800 ватт. Ал көп миксерлерде, яғни базардан басқа жерден сатып алған миксерлердің ваттына қарасаңыздар 150-200 ватт, сондықтан олардың қуаты жетпеуі мүмкін. Сондықтан оларды ұзақ уақыт крем жасауға тура келеді. Ал менің крем небәрі 3 минуттың ішінде жасалды. Подложкамызды орналастырып алдық. Аздап астына крем жағамыз. Коржымыз жылжып кетпес үшін коржымызды орналастырамыз. Кольцомызды кигіземіз. Мінекей кольцомызды кигізіп алдық. Енді сүт тоғыз тортының әрбір қабатына крем жағу арқылы тортты құрастыратын боламыз.
екінші қабат коржымызды орналастырамыз. Бұған да крем жағамыз. Енді картесінен шешеміз. Біздің картемізде қалған кремдерді скребуктың көмегімен алып, айналасын түзеулеп шығатын боламыз. Және де айналасы бір тегіс болғанша үстін, жан-жағын шпательдің скребуктың көмегімен түзеулейміз. Біз тортымызды мынандай скребукпен айналасын иілетіп шықтық. Сіз өз қалаңызша тегіс немесе узормен әсемдесеңіз болады. Және де біз айналасына жағатын кремді күлгін түске, яғни роза түске боядық. Содан кейін бір тегістеп жағып, скребукты қолдандық. Ал сіз өз қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Қазір біз бұны клубникамен әсемдейтін боламыз. Енді тортымыздың бетіне мынандай посыпкалар себеміз. Сонымен құрметті біздің мастер-класстағы қыздар, біздің тортымыз дайын. Сіздер өз қалауыңызша әсемдесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріп, қайталап, фотоотчет жіберуді ұмытпаңыздар.